көрдім, бір адамды санасы жоқ, ақыл айтып жол көрсетер адамы жоқ. Қоғамдағы көп адамның бірі еді, жұмысы көп, бірақ та уақыты жоқ. Ол кісі айналаға қарамайтын, жақсылық жасауды да ойламайтын. Мен көрдім, бір адамды санасы жоқ, жасап жүрген ісінің сапасы жоқ. Болғанымен күні-түні қарны тоқ, болғанымен уайым мен қайғысы жоқ. Жасағаны 40 елге жүк болатын, жасаған қателігі көп болатын, бәрі бекер екенін ұғынатын, сенбеді мұндай күннің туар. Бір күні бұл адамға ескіреді, ессіз адам екенін түсінеді. Ессіздігін ойлаған күндерінде ауыр деммен қаттырек күрсінеді. Бірақ күнде барлығы өзгереді, өзгергенін көпшілік көз көреді. Кезінде жасаған қателікті жасамау керектігін түсінеді. Көзі ашылып, көкірегі оянады. Салғырт қоғам әжептәуір ой салады. Бүгін тағы жұмысқа аттанады. Жол бойы тереңірек ойланады. Құрметті көрермен, жақсылық жасасаңыз да, жамандық жасасаңыз да өзіңіз үшін. Елдің тазалығы, қаланың тазалығы, сіз жемдер үшін.